үшін айтшы, не үшін жалғыз өзім деп 40 адамды қарап келдім да 8 арлан, 6 комитет, 30 әскери. Не қалай отан қорғайды сол рас болса ағайындар? Қалай отан қорғайды бұлар? Айтыңдаршы, жалғыз өзім деп 40 кететкен бәрін. Қалай қорғайды, қалай қорықпайсыңдар? Ертең сендердің де туысқандарыңа, балаларыңа үстет бар бұларына. Келсін, қайықтан келсін, көріп тұрсыңдар, жазғысы жауып отыр. Қазбек би, Төле би, Әйтеке би. Армысыздар ағайын, құрметті Заман YouTube арнасын көрермендері. Бүгін біз 13 шілде 2023 жыл Тараз шаһарына келдік, көне Тараз қаласына. Бүгін Тараз қаласы, Жамбыл облысы, облыстық сот ғимаратында 16 жылға жаза арқалап кеткен Ербол Жұманов ағамыздың апелляциялық сот отырысы өтпек. Сотқа Алматы, Шымкент, осы Тараздың жергілікті азаматтары, жалпы сонау Семей, Қызылордадан да азаматтарымыз кеп қолдау білдіріп отыр. Қазір сағат 11:00-де сот отырысы басталатын болады. Сот отырысы сағат 11:00-де басталды. Айыпталушы қазіргі таңда қамауда отырған Ербол Жұмановтың адвокаты Жалғас Сапарханқызы сот отырысында жаңа деректермен, жаңа айғақ дәлелдермен таныстырып, және сол айғақ дәлелдерді сот отырысына, сот процесіне, сот құжаттар қатарына қосуын сұрап, өз баяндамасын оқыды. Телефоны бізге WhatsApp желісі арқылы жолдаған, және де мынау үйі, яғни үйіне және осы суреттерден байқасаңыздар, үйіне және де қоршауларының барлығына міне оқ тиген фотосуреттері, және де бізге сол сәтте берген осы 3 оқ дәрі өткен сот отырысы барысындағы. Мұның барлығының қай уақытта бізге бергендігі, несі барлығы мәліметтер көрсетіліп тұр. Міне барып тексеру жүргізіп, оқиға болған жерде зерттегенбіз. Сондықтан да құрмет сот алқасы, сіздерден сұрарымыз. Екінші өтініш хатым, қазір шалбардың, жаңа шалбарға тиген, яғни оқ, ол аяғын көрсетіп тұр. Алайда бейне жазбада қарасаңыздар, және де сот медициналық сараптамасының қорытындысына қарасаңыздар, марқұм Әділбайға оқ ішіне тиген. Сондықтан да осы жерде де қарама-қайшылықтар бар, құрметті сот отыр. Сот залынан шыққан белсенділер сот ғимаратының алдына жиналып, қоғамға өз үндеулерін жолдады. Армысыздар ағайын, бүгін 13 шілде Тараз қаласы облыстық сот мекемесінде өткен апелляциялық сот шағымы өтті. Келесі сот бұйыртса 21 шілде күні сағат 10:00 дәп осы Тараз қаласы облыстық ғимаратта болады. Құрметті Тараз қаласының белсенділері, анау Семейден келіп отыр, Шымкенттен келіп отыр, Алматыдан келіп жатыр. Сіздер осы қалада тұра келмей бұғып жатқан ұят болады. Келесі сот отырыстарында қатарымыз көп болсын. Әділдікке көп болып қана ықпал жасай аламыз. Адам өлтірмеген адам өлтір болып сотталмасын. Әр адам өзінің тиісті жазасын алып, оған артында іздеу жоқ екен деп, оның артында халқы жоқ екен деп, ешкімнің мойнына өлтірмегенді, істемегенді істеді деп жала жауды доғартсын. Бүкіл қаңтар саяси тұтқындарының артында халқы бар, әділдікті қалайтын қоғам бар. Халық ұйықтап жатқан жоқ, халық шындықты, ақиқатты қалайды. Қаңтар жазықсыз тұтқындарына бостандық! 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 Бостандық!